Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз Израиль және Палестина мемлекеттерінің арасында қақтығыс туралы мәлімет етеміз. Бұл сұраққа жауап беру үшін жалпы Израиль-Палестина арасындағы конфликтке тоқталған жөн. Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Осман империясы ыдырап, оның орнына таяу шығыста бірнеше жаңа араб мемлекеті пайда болды. Осы аймақтағы даулы территориялардың бірі Палестина ұлттар лигасының шешімімен Британияның бақылауына өтті. Палестиналық мандат деп аталатын құжат 1922 жылы қабылданып, 1923 жылы күшіне енді. Ал таяу шығыстағы конфликтте 1917 жылы Бальфур декларациясы түрткі болды. Құжатқа сәйкес еврейлер Палестина жеріне қоныстануға рұқсат алған еді. Осылайша Иерусалим мен Өлі теңіз арасын ежелден мекен еткен араб-еврей арасына сыза түзе бастады. Европадағы антисемиттік қозғалыстар араб-еврей қатынасын одан сайын ушықтыра түсті. 1920 мен 1940 жылдар арасында нацистік режимнен қашқан еврейлер саны Палестинада күрт өсті. Конфликт эскалациясына жол бермеу және жағдайды реттеу үшін Біріккен ұлттар ұйымы 1947 жылы Палестина аумағында екі тәуелсіз мемлекет құру туралы шешім шығарды. Оған сәйкес, әлемнің саяси картасында Израиль мен Палестина мемлекеттері пайда болуға тиіс еді. Ал даулы Иерусалимге халықаралық қала мәртебесі берілді. Көп ұзамай 1948 жылы Израиль өз тәуелсіздігін жариялады. Алайда палестиналықтар мен араб мемлекеттері Израильдің егемендігін мойындамай, территориялық претензиялар айта бастады. Араб-Израиль соғысы деп аталатын қақтығыс 1948-1949 жылдары болды. Бұл таяу шығыстағы алғашқы текетірес еді. Осыдан кейін ірілі ұсақты көптеген қақтығыс бүгінге дейін жалғасып келеді. Олардың арасында 1967 жылы болған 6 күндік соғыс және 1973 жылы болған Йом-Киппур немесе қиямет күнгі соғыс қақтығыстарын ерекше атап өтуге болады. 1990 және 2010 жылдар аралығында Израиль-Палестина жанжалын шешуге бағытталған бір қатар бейбіт келіссөз жүргізілді. Норвегияда құпия түрде өткен Осло процесі деп аталатын тарихи келісімге 1993 жылы ақш-та қол қойылды. Бұл келіссөзге Израиль премьер-министрі Ицхак Рабин, Палестина лидері Ясир Арафат, ақш президенті Билл Клинтон қатысты. Нәтижесінде өз-өзін басқаратын Палестина әкімшілігі құрылып, Израиль тарабы Палестинаны азат ету ұйымын, ал өз кезегінде Палестина Израиль мемлекетін мойындауға келісті. Бұл қақтығыстардың бәрінде Израиль жеңіске жетіп, әрбір қақтығыстан кейін Палестина өз жерлерін айырылып отырған. Бүгінде Израиль Палестина территориясының біраз бөлігін бақылауына алған. Алайда, осы уақытқа дейін Палестина халқы түрлі тәсілдермен өз тәуелсіздігі үшін күресін жалғастырып келеді. Қазіргі таңда Израиль мен Палестина арасындағы ең басты проблемалар мыналар. Бірінші, Израиль мен қатар бөлек
тәуелсіз Палестина мемлекетін құру мәселесі. Екінші, қос тараптың Иерусалимге қатысты позиция. Үшінші, оккупацияланған батыс жағалауындағы еврей қоныстарын қалдыру немесе тарату. Төртінші, палестиналық босқындар мәселесі. Араб елдері мен Израиль тек территория үшін таласып жатқан жоқ. Ол жерде тарихи, мәдени, діни астар да бар. Әсіресе мұсылмандар мен иудейлер, христиандар да киелі қала санайтын Иерусалим үшін күрес ежелден жалғасып келеді. Таяу шығыстағы конфликттің қысқаша тарихы осындай.